Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қыс айына өте керемет салат жабатын боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен пиязымызды турап дайындап аламыз. Одан кейін болгар перістерімізді, сонымен қатар сәбізімізді жуып тазалап, сәбізімізді теркадан өткізіп, перісімізді осылай төртбұрышты етіп турап шығамыз. Өзіміздің қалауымыз бойынша жасаймыз. Одан кейін чесногымызды тазалап ашып, дайындап, оны осылай турап шығамыз, бір жаннан болатындай. Және де ащы перецімізді де турап дайындап қоямыз. Одан кейін капустамызды тураймыз. Оны да дәл солай төртбұрышты етіп турап дайындаймыз. Сонымен қатар осындай помидордың соғы қажет болады. Арнайы мясорубкамызбен согын тартып аламыз. Бір кастрюль болатындай етіп тартып аламыз. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін даладағы қазанымызға или болмаса үйдегі газымызға да қуыруға болады. Мен даладағы қазанға қуырдым. Ең алдымен қазанымызға сұйық майын құйып, қыздырып, пиязымызды қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді, перісімізді, ащы перісімізді барлығын бірден салып, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. 5 минуттың көлемінде араластырып қуырып алғаннан кейін кішкене 5 минут қақпағын жауып қоясыздар. Айтпақшы оқырмандар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, қолдау білдіріп, видеоларыма лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңырауша батырмасын басып, все дегенге қойып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Мінеки 5 минут өткеннен кейін үстінен помидор согымызды құямыз. Салатымызды жақсылап бір араластырып қоямыз. Осылай әр 5 минут сайын көкөністерімізді салып отырамыз. Ендігі кезекте капустамызды салатын боламыз. Капустамызды салып алдық, бұны да жақсылап араластырып қуырамыз. Барлық көкөністерімізді 5 минут сайын салып отырасыздар. Енді мен чеснокты саламын. Және де дәміне қарай тұзын қосамыз. Тұзын қосып алғаннан кейін жақсылап араластырып, тағы да бір 5 минутқа бүктіріп аласыздар. Енді 200 грамм құм шекерімізді салып, үстіне петрушкамызды және де укропымызды майдалап турап қосамыз. Одан кейін лавровый жапырақтарымызды саламыз. Барлығын жақсылап қуырып араластырып аламыз. Бұл салатымыз өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар көріп тұрғандарыңыздай түсі де өте әдемі. Қыс мезгілінде сүйсініп тұрып жейтін боласыздар. Салатымызды қуырып бастаған кезде банкаларымызды жуып тазалап, оны мантоваркамызда булап, және де қақпақтарын да булап дайындап аламыз. Салатымызға ең соңында осыны 70% уксусымызды саламыз. Үлкен қасықпен 1,5 қасық саласыздар. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Оны банкаларымызға салып, жаба беретін боламыз. Міне салатымыз дайын болды. Мен 2 литрлік банкама салып жатырмын. 2 литрлік банкадан 4 шықты. Банкамыздың қақпағын жақсылап банка жабатын жапқышпен айналдыра отырып жауып аламыз. Банкаларыңыздың қақпағы жапқанына көздеріңізді жеткізіп алу үшін осылай төңкеріп қоясыздар.
Одан кейін төңкеріп болғаннан кейін бір қараңғылау салқын бөлмеде матамен жақсылап орап қоясыздар 1-2 күнге. Одан кейін банка сақтайтын бөлмелеріңізге апарып қоя берсеңіздер болады. Міне біздің 2 күн тұрған салатымыз дайын болды. Дәмі де түсі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дәмі деген өте керемет, ауыздарыңыздан кетпейді. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді және де лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар.